Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер оқырман қауым. Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жолы кітабын назарларыңызға ұсынамын. Қазақстан жолы елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін баяндайды. 9 тараудың әрқайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Бұл Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын жасау жөніндегі жұмыс, қазіргі қолданыстағы ел конституциясын қабылдау үрдісі, мұнай, газ ресурстарын игеруді бастау, ұлттық валютаны енгізу және табысты банк жүйесін құру туралы жазылған еңбек. Жекелеген тарауларда жекешелендіру мен жер реформасын жүргізу үрдісі әңгімеленеді. Елорданы Астанаға көшіру және Қазақстан азаматының тұңғыш ғарышқа ұшуы айтылады. Кітап президенттің ел жастарына арнаған үндеуі түрінде ойластырылған. Автор бұл кітаптың Қазақстан көшбасшыларының жаңа буыны үшін қолдан түсірмейтін құралға айналар деп сенеді.